Армысың алталашым, қасиет қазақ халқым, Асқар Бахадыр, ұлт жанашырым. Бүгін 30 мамыр 2025 жыл. Әл-Фараби даңғылы, Самалыш, бірінші ғимарат, Мәскеу. Алматыдағы ең үлкен Магнум желісіне қайттан келіп тұрмын. Өйткені мен өздеріңізге белгілі 15 күн Алматыда болған жоқпын. 11-нен бастап қамалған болатынмын. Ана Досаев деген жауыз мені қамап тастап, өзі қашып кеткен болатын. Мені қазір мен шыққан бетінде алдың күні шықтым Нұрсұлтаннан. Енді қазір менің мақсатым мынау қасиетті қазақ халқы біздің мынау бойкот жариялағанымызға осы 7-ші амандық болса маусымда 2 ай болады екен. 7 күнсіз 2 ай болып тұр ғой. Сонымен тексеріп өтейін қазір. Қазақтардың саны бар ма екен? Біз қаншалықты қазақ халқы өз тілімізді сүйеді екенбіз. Біз тамаққа ешқашанда арымызды сатқан адам емеспіз, ұлт емеспіз. Сондықтан да мен соның барлығын қазір сіздерге көрсететін боламын. Мен бүгін демалыс күн алдым, өйткені кішкене өз-өзіме келіп жатырмын. Абақтыдан кейін. Абақтыда оңайға түскен жоқ, тамақ емес. Ішінің бәрін краскілеп жатыр, айтқанымдай краски сасып, анан ішінде уланып қалжалдадық. Мен сол бұрынғы кеңес дәуіріндегі абақты ешқандай жақсылық жоқ, жамандық. Жаман сол бұрынғы Сталин тұсындағы абақты. Міне Магнумға кірдік, қазір көреміз. Не болып жатыр екен міне. Неше касса жұмыс жасап тұр екен, мен бәрін қарайтын боламын. Міне мына жер кассалар істеп тұр. Саламатсыз ба? Мына касса істемей тұр. Мына касса істеп тұр. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қарағыз, сәлем бермейсің ба? Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Қалыңыз қалай? Асқар Бахадыр, ұлт жанашырмын мен. Мына Магнум желісін білесіз ғой, 2 ай бұрын қазақ тіліне бөгет қойып, осы жерден жұмыскер шығарып тастаған. Мен қазір соны қадағалап кетейін деп отырмын. Әдейі. Асқар Бахадыр, мен атым ұлт жанашырмын. Қалай орындалып жатыр, қазақ тіліне қысымшылық жоқ екен. Сіздерге 1 ай бұрын келіп кеткен мен, есіңізде болса. Таныдыңыз ғой, иә? Байқауларыңыз жақсы ма бәрі? Так, міне, мына кісі мені танып отыр. Мені көрдіңіз ба? Мен анау 1 ай бұрын бұл кісімен сөйлескен болатынмын. Естеріңізде болса, міне. Бұл кісі 1 ай бұрын айтқан маған. Бәрі керемет, бәрі тамаша. Бізге ешкім қысым көрсетпейді деп. Сондықтан да қазір шын аралап өтейік. Қазақтар бар ма екен? Соны көрейікші. Қазақтар қаншалықты өзінің тілін сүйеді екен. Қаншалықты өзінің елін сүйеді екен. Қаншалықты арлы, намысты екен біздің қазақтар. Сөздерінде тұра ма екен? Біз ауызбіршілікке келіп, мынау елді дұрыс жолға сала аламыз ба? Ең басты сауалдар, ең басты сұрақтар сол болады. Мынау еуропалық адамдар қазақтар емес, жүрген қазақтарды көріп отқан жоқпын. Саламатсыз ба? Қазақсыз ба? Қарындас? Қазақсыз ба? Магнумға бойкот жарияланған білесіз ба? Жарес кетіп бара жатыр. Міне, арақ дегенімді мені сыңсытып қойыпты. Мынаны неге осы, мысалға мынау арақтың бізге текке керек жоқ. Мына қазақ елінде.
Мұны неге жарнамалап жатыр? Мынау не сұмдық міне сонда? Мынау арақты сыңсытып қойған міне. Міне мына жақ қатар міне бәрі арақ. Міне қараңыздаршы. Міне. Қазақтың сайын даласында мынау арақтың мынау насихаты жүріп жатыр. Қазақ арақ ішсін, өстіп лағып жүрсін деген нәрсе міне. Қараңыздар. Не деген сұмдық, не деген масқара мынау. Құдайдың қалауымен мынау ұры билік ауыстырсақ, мынау арақтың бәріне біз тыйым саламыз. Мынау арақтың 5 тиынға керегі жоқ бізге, айналайын қазақ халқы. Осы арақпен бүкіл отбасылар бұзылып жатыр. Кезінде 1864 жылы мынау Александр мекен екінші. Александр екіншінің тұсында мынау, жоқ Николай екіншінің. Осы арақты қазақ даласына таратыңдар деген осындай нұсқау берілген болатын жарлық. Міне, қараңыздар. Мынаның бәрі міне, қараңыздар міне. Не деген сұмдық мына, не деген масқара міне. Қараңыздаршы міне. Мына жақтың бәрі мені сыңсып тұр. Мынаның бәрін балалар біздің кіріп алса көріп атады міне. Саламатсыз ба, қандас? Осы жерде жұмыс жасайсыз ба? Міне арақтың бәрін сыңсытып қойған мені. Қазақтың сайын даласында ішсін осылай лағып, өзі жұдырығанға жұдырық. Міне қайшылық күйде жүрген қазақ міне мынау арақты ішіп таза лағиды бастар. Міне сыраны мына жаққа толтырып қойған міне. Көрдіңіздер ме? Міне болып атқан нәрсе. Ал енді Тоқаевқа қарасақ, міне мысалға Тоқаевтың істеп атқан қылығына Насыбайды рұқсат бермей қойды. Айналайын. Мынау Насыбай деген ата-бабаларымыз атып келген нәрсе. Еш өліп қалған жоқ сол Насыбайдан, мысалға. Ал енді нағыз күресетін нәрсемен міне, күреспей, міне сыңсытып қойған мынаның ішін бәрі. Қараңыздаршы, не болып жатыр? Міне арақ нәжеде тұр міне. Мінеки. Міне Романов дейді. Қараңыздаршы міне. Арзан бағаға міне қазақтарға міне дайындап қойған. Міне бағалары 5299 теңге, 11000, 3000 теңге міне. Мынау масқара ғой. Мынаны неге тимайсыңдар? Көкелер, сендердің анау мысалға анау Досаевың бар, Досаев қашып кетті міне. Қазір енді анау кім келді? Сатып алды деген. 5 килограмм бастарыңда 5 грамм ми жоқ сендердің. Мынау арақты неге тимайсыңдар сендер мынау? Қазақтарға көсегесін көгертеміз десеңдер. Анау 500 грамм жүректерінде 5 грамм махаббат жоқ қазақ халқына деген. Міне, мен сендерге беттерін айтайын. Досаев сатып алды анау жаңадан келген КМБ-ның анау оңбағаны. Міне, тыйыңдар давай мынаның бәрін жабыңдар міне. Қазақтарға 5 теңге керек жоқ мынау арақтың бәрі. Міне қазақтар жүр міне аз-маз, бірақ көбісі міне келмей қойды. Қазақтар. Міне осымен алсыңдар, Тоқаев, міне. Мынау не сұмдық мынау? Мынаның бәрі арақ міне. Қасиетті қазақ халқы міне аса қазақтар көрінбейді. Қазақтар аса көрінбейді. Қазақтарға мен ризамын. Жаным қазақтарым сол. Міне мына жерде тауар дегенді сыңсытып қойған әшейін-ақ. Міне тауар дегенді міне. Бірақ қазақтарым көрінбейді. Сондықтан да мен көңілім көншіп отыр, саламатсыз ба? Магнум желісіне тауар алып жүрсіз ба? Қандас? Алмайсыз ба? Жарайсыз. Жаным сол қазақтың қызы жүр, тауар алмаймын дейді, жай жүрім дейді. Сол айналайын қазақ халқы. Сіздер енді түсіндіңіздер, Магнум желісі жалпы орыс әлемі
қазаққа тиісті. Мына жерде құтырды, миллиардтап доллар ақша тауып, енді қазақтың тіліне тиісті. Тиіспеген нәрсесі қалмады. Сондықтан да сіздер ауызбіршілік деп болсаңыздар, біз әрқашанда мерейіміз үстем болып, әрине біз мынау елді түзейтіндей ауызбіршілікке келіп, мынау жалмауыз жүйеден құтылып, Назарбаев бастаған дұрыс ел құра алатын боламыз. Сондықтан да әрқашанда неде болыңыздар, хабарда болыңыздар, қолдау көрсетіңіздер. Тамаша білесіздер, бізге мыналар жұмыс жеткізбейді. Міне 15 күндік жұмысымнан айырылдым. Міне 20 мыңнан күніне міне ол жерден шығарып тастады мені. Сондықтан да мен сіздердің жаңа мен ғана емес, жанашырлары сіздердің қолдауларыңызға мұқтажбыз. Сондықтан да құрса саламатты болыңыздар. Мына жерде қазақтарым жоқ деуге болады. Міне Асқар Арғын Баһадыр, ұлт жанашыры. Құрса саламатты, аман болыңыздар.